Қасым-Жомарт Тоқаев оқу-ағарту министрінде қабылдады. Ғани Бейсенбаев еліміздегі мектепке дейінгі орта техникалық және кәсіптік білім беру салаларын дамыту мақсатында қабылданып жатқан шаралар жөнінде есеп берді. Былтыр 137 мың оқушыға арналған 154 жаңа білім ошағы ашылған. Бұл 29 үш ауысымда 12 апатты мектептің мәселесін шешкен. Жаңа оқу жылында 365 мың оқушыға есептелген 221 білім ұясын пайдалануға беру жоспарланған. Адал адам, адал еңбек, адал табыс жалпылтық құндылықтарына негізделген біртұтас тәрбие бағдарламасы қолға алынған. Мемлекет басшысы оқу-ағарту министріне саланы одан әрі жетілдіру және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша бірқатар тапсырма берді. Мектептердің пәндік кабинеттермен жабдықталуы 2 есеге, ал интернет сапасы 3 есеге артты. Сондай-ақ мемлекет басшысына жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында халықаралық тәжірибелерді қолдана отырып, білім сапасын арттыру бойынша жобаларды таныстырдым.